Я знаю, я знаю. Я безупречен десең. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн баршаларыңызға. Мынау келіп жеткен қыздар, аналар, қарындас, апа, сіңлілер, дейді. В общем, бүкіл әйел қауымына сіздерді жаңағыдай 8 март мерекесімен шын жүректен құттықтағым келеді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер, осындай көктемде құлпырып. Біз сол үйде қыздарды қуанту үшін гүл деп шықтық. Гүлдің бағасы удай қымбат дейді, бүгін көреміз. Жалпы айтқанда әйелдер қауымын, қыздар болсын, апалар болсын, әжелер болсын, мамалар, аналар, жалпы сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер барда біз барымыз дегендей. Сондықтан дендеріңіз сау болсын. Әрқашан ойнап күліп жүре беріңіздер. Қазір біздің үйде екі қызда ұйықтап жатыр. Қарындасым да, келіншегім де. Диана. Соларды қуантайын деп, енді магазин іздеп шыққан жайым бар. Ой, магазин емес, жаңа букет алатын, гүл алатын жер. В общем, бүгін цветочниктардың күні. Капец қымбаттайтын күн бүгін. Енді әркім өзінің әртүрлі табады. Бірақ енді бүгін гүлдің ценасында шек жоқ. Көреміз не болатын. Бісмилля деп шыққан жайымыз бар. Сол құтты болсын. Қайырлы таң, сүйкімді жан. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін демалыс ұйықтап жатқан боларсыздар. 8 наурыз көктем шуағын төккен сондай әдемі сұлу мереке. Қыз-келіншектердің мерекесі құтты болсын бәріңізге. Нәзік жандар, сіздерге өзіме қандай жақсылық тілесем, сол жақсылықтың бәрін тілеймін. Ана бақыты, әйел бақыты, байлық, денсаулық және де арман мақсаттарға жету. Соның бәрін тілеймін. Қыздар, жандерім, сол мерекелеріңізбен. Әлемде қандай ғажап бар, қандай керемет бар, бәрін сіздерге тілеймін. Соған біз лайықпыз, қыздар. Ал бүгін 8 наурыз сағат 6-ның кезі осы. Бүгін стористі бір қаланың ортасынан жарықта түсірейін деп шештім. Қазір бір көпірдің үстінде тұр. Таңғы серуендемін. Оразаның 19 күні, қателеспесем. Қабыл болсын бәріңізге. Мына әдемі мереке Рамазан айына тұспа-тұс келген, қандай керемет. Алматы деген көктем жайнап тұр. Ауа райы тамаша. Жеткізе алмаймын, оны сезіну керек, оны искеу керек. Мына тауларды қарасаңыздаршы. Күн бүгін ашық. Таудың анық көрініп тұрғаннан көруге болады міне. Айналаны көрсетейін. Шах, құрбым, мерекеңмен рахмет. Мереке құтты болсын. Бүгін біздің мереке құтты болсын. Бәрін құттықтап келе жатыр едім ғой. Уақыттан ерте кездесіп қойдық Толқын екеуміз. Айтқанымдай, біз Толқын екеуміз бүгін маршрутты ауыстырдық. Бірақ ол көбірек жүріп келді қазір. Екеуміздің ана белгілеген нүктеден ол асып кетті. Бір тау жаққа қарай көтерілеміз ба деп ойлағанбыз. Қазір енді ары қарай жүреміз. Бүгін ол да қолы бос, менің де қолым бос, сағат 11-де басталады. Сол үшін армансыз жүре аламыз.